Қайырлы күн, құрметті ұстаздар, құрметті оқушылар. Бүгінгі сабағымызға қош келдіңіздер. Балалар бір-бірімізбен бірінші сәлемдесіп алайық. Сәлемдесу үшін мен сіздерді ортаға шақырам. Келе қойыңыздар ортаға. Ортаға келіңіздер. Екі-екіден жұптаса қойайық. Жарайды, тұра беріңіздер. Дөңгеленіп тұра қойыңыздар. Дөңгеленіп бір-бірімізге келіңіздер. Дөңгеленіп тұра қойайық. Кел. Нені аштыңыздар? Wordwall интернетте. Интернет қайтарсаш? Қайт. Міне, My Games. Емес. Міне ма? Мынаны басыңыз. Үстіне басыңыз. Сөздің көңіл күй деген. Ал балалар, қанеке тақтан жаппайық, сәл жылжи ғой. Нұрғиса, Нұрдәулет, сәл жылжыңыздар. Қанеке, екі-екіден, мысал заңғар бастайды. Заңғар тақтадағы цифрды таңдайды, кез келген цифрды. Яғни цифрда қандай амандасу түрі түседі, сонымен сіз қыдыралмен сондай түрмен амандасасыз. Жақсы ма? Интернет істемей қалма. Сіздің интернетіңіз қайда тұр? Қазір балалар. Істеп тұр. Жарайды, қазір. Жалпы амандасуды білеміз ғой, балалар? Бір минут күтеді. Сәл. Сіз көше слабый болып қалды ғой. Жоғары көтеріп қойшы. Сәрет өліп тұр ма? Былай қарай көтер. Тіпті жоқ болып қалды. Жақсы, жарайды балалар. Ал бір-бірімізбен амандаса қойық. Қол алысамыз, құшақтасамыз, сәттілік тілейміз, жүрек көрсетеміз деген сияқты. Заңғар, қыдыр әлге. Жақсы. Келесі. Жақсы. Келесі. Жақсы. Ал жақсы. Нұрислам. Келесі. Айбол. Аяла мені. Жақсы. Келесі аяла. Жақсы. Жақсы. Ал балалар, бір-бірімізге сәттілік тілеп болдық па? Ал Нұрғиса. Жақсы балалар. Ал бер қараңыздар. Балалар, бер қараңыздар, балалар. Біз сіздермен ұқсас қосылғыштарды біріктіру, жақшаны ашу деген тақырыпты өтіп жатырмыз. Солай ма? Жақсы. Келейік. Топқа бөліну үшін біз бір-бір чупа-чупс таңдайық. Ал бір-бірден келе қоямыз, чупа-чупс таңдаймыз. Бір-бірден ала қоямыз. Қолымызда ұстап тұрамыз. Алғандарымыз былай қарай жылжиық. Алғандарыңыз былай қарай жылжыңыздар. Ала қойыңыздар. Бір-біреу. Ең соңғы кім? Ал Нұрғиса тез. Ал қараңыздаршы, қолдарыңыздағы чупа-чупстың артында не жазылған? Былай тұр, аял. Қандай өрнектер? Айнымалысы бар өрнектер. Жақсы. Ал енді айнымалысы бар өрнектерге қарап, суреттеріңізге бірге қойыңыздар. Кімде қандай қараңыздар? Я, сол өзіңмен бірге алар тауып ал. Жоқ, мына алар тауып ал. Алар қайда? Ұқсас мүшелер, иә, біз айтамыз. Б қайда? Б. Кімде а? Заңғар мә? Б қайда? Бұлар бірік. Б, мұнда Б. Қанеке? Біріктік пі? Ал бұлар мұна топқа, алар ана топқа тұра қойыңыздар. Бұлар мұна топқа, алар ана топқа тұра қойыңыздар. Ал тез балар. Бұны жауып тастаңыз енді. Жоқ, қазірше бамбазыл деген ашамыз қазір. Балалар қараңыздар. Біз қолдарыңыздағы қайтадан чупа-чупсты көтеріп, бір-бірден оқып шығамыз, тез. Оқып шығамыз және бұлардың коэффициенттерін атап өтеміз. Ал оқиға баста. 24А. Коэффициенті? Я, қандай еді коэффициент дегеніміз не еді? Коэффициенті. Сан, я. Қандайсың? Я, Нұрғиса? Минус 49А. Коэффициенті? 49. Қандай 49? Жақсы. Айбол? 136А, коэффициенті 136. Жақсы. Аяла? 17А, коэффициенті 17. Жақсы. 8А, коэффициенті 8. Минус 123, коэффициенті минус 123. Жақсы. 43 ба? Коэффициенті? Минус 43. Қане, минус тұрма сенде? Жоқ, біле. Жай 43. Жақсы. Алтынбек? 29Б, коэффициенті 29. Жақсы. 86Б, коэффициенті 86. Жақсы.
минус 57-ді коэффициенті минус 77. Мхм. Минус 78 Б, коэффициент минус 78. Малика? Минус 451 Б. Коэффициент минус 400. Минус 400. Елу. Жақсы. Жақсы балалар. Біз сіздермен осы коэффициент деген ұғыммен танысқан едік, солай ма? Жақшаны ашу деген тақырыпты өттік. Ұқсас қосылғыштармен таныстық. Біз бүгін сол ұқсас қосылғыштарды бүгінгі сабағымыздың мақсаты болады. Алгебралық өрнектерде ұқсас қосылғыштарды біріктіруді біз орындай алуымыз қажет. Яғни біз ұқсас қосылғыштар деген білеміз. Біз соны бүгінгі шартымыз қосылғыштарды біріктіре алуымыз керек. Яғни ықшамдай алуымыз керек. Жақсы балалар, келесі. Бізде былай істейміз. Тақтада көрдіңіздер ме? Әр жерде мынандай өрнектер көрсетілген. Бұл жерде байқасаңыздар не жоғалған? Таңбалар жоғалған, дұрыс. Яғни біз ережені сақтай отырып, осы таңбаларды орналастыруымыз қажет. Түсінікті ме? Ал баста, Малика, кеттік. Мына топтан біреу, мына топтан біреу. Кез келген параққа барасызда, таңбаларды ашасыздар. Ал есім бол бастай ғой. Таңбаларын ғана қоямыз. Иә? Кез келгенде барасыз. Малика, ана жақта орын бар ене. Ал, сосын түсіндіреміз. Не үшін плюс, не үшін минус. Ал, оқи ғой, өзің айт. 3 Б азайтылған 5 А қосылған 7 Б. Неге мына жер неге минус, мына жер неге плюс? Себебі жақшаның алдында минус таңбасы тұрса, жақшаның ішіндегі таңба өзге. Өте жақсы. Отыра ғой. Келесі. Ал тобыңа бере ғой. Келесі. Бара ғой. Малика, қайсысын таңдап тұрсың? Жақсы, ал белгі еттіз. Біреуін ғана. Мына бағаларын қой, мына жерге таңбаларын қоя ғой. Малика, тез. Келесі, мына топтан біреу. Ал бара беріңіздер. Ал, кез келген. Жақсы. Ал, оқи ғой. 5x Қаттырақ. 5x плюс 11 минус 7x. Таңбалар өзгерген жоқ. Неліктен? Таңбалары өзгерген. Өзгерді ме, өзгерген жоқ па? Өзгерген жоқ. Неліктен? Былай қарап айта ғой. Неге өзгерген жоқ? Жақшаның алдында не тұр? Скобка тұр. Скобканың алдында, иә, бізде енді орысша мектептен ауысып келген ба? Жақшаның алдында қандай таңба тұр? Плюс таңбасы тұр. Плюс таңбасы тұрса не дейдік біз? Таңба өзгере ме, өзгермей ме? Өзгермейді. Жақсы, отыра ғой. Келесі. Келесі топ. Сіздерден. Так, мына топтан, иә? Мә, дастан. Келе ғой. Ал, жақсы, аяланы тыңдап. 3Q соғып қалады. Және де азайту соғып қалады. Ал жақшадағы таңба ауысады. Себебі жақшаның алдындағы таңба минус болса, жақшаның ішіндегі таңба ауысады. Жақсы, ережені біледі екенбіз. Келесі отыра ғой. Қане дастан? 2 қосылған 3А қосылған А азайтылған 2. Өзгере ме, өзгермей ме таңба? Өзгермейді. Жақсы, отыра ғой. Келесі. Нұрдәулет. Ал бара беріңіздер. Тез шыға беріңіздер, келдеріңіз. Ал алуға сізде? Таңба өзгере ме, өзгермей ме? Таңба өзгермейді. Өзгермейді. Өзгермесе онда 7x-тің алдында қандай таңба болу керек? 7x-тің алдында минус. Минус болу керек. Жақсы. Келесі. Нұрдәулет, мына жақта болың? Мына жақта, все. Келесі. Келесі, сіздерден кім қалды? Ал шыға ғой. Сіздерден кім қалды? Ал мә, шыға ғой. Нұрыстам қалды, Алтынбек шықтыңыз ба? Жақсы. Ал тез. Кез келген. Иә, шығара бер. Нұрғаса тез ете ғой. Қане заңғар? Иә, сиямыз енді бізде тақта кішкене орын бос. Нұрдәулет сәл жылжи ғой, иә? Орын жоқ қой бізде енді, әнесі. Так, Нұрдәулет ал оқи ғой. Дұрыс қойдыңыз ба? Қойып шықтың ғой енді, ал оқи ғой. 2A азайтылған 4 азайтылған 3 Таңба өзгере ме? таңбалар өзгереді. Неге? Өйткені өзіне минус тұрғанда плюсыда минус тұрады. Жақсы, отыра ғой, молодец, өте жақсы. Келесі, шықпаған балалар шыға беріңіздер. Қайсы? Таңба өзгере ме, өзгермей ме? Таңба өзгереді, себебі жақшаның сыртында бізде минус тұр. Таңбасы орналасқан. Все, жақсы, келесі. Өте жақсы, келесі. Болды ма? Нұрғыса қане? Таңба өзгере ме, өзгермей ме? Өзгереді, өйткені жақшаның сыртында минус тұрғандықтан таңбалар. Өте жақсы, молодсың, бәрі дұрыс істеп отыр ғой. Қане Нұрислам? Қане сіздікі? Плюске минус күресіп
Минус жеңеді, жақсы. Таңба өзгерді ме, жоқ па? Айбол, бізде жақшаның алдында плюс таңбасы тұрғандықтан, мына жақша таңба өзгере ме? А мына аның таңбасы қандай? Өзі қандай таңба? Плюс, неге плюс қоймаймыз сонда, е? Жақсы, бір қате, отыра қой. Келесі. Нұрисламдікін көрейік. Алтынбек болдыңыз ба? Ал, қане, оқиға. А плюс жақшаның алдында Жақсы, таңба өзгере ме, өзгермей ме айтшы маған? таңба өзгереді. Өзгереді. Қай жерде өзгереді? Мына жерде минус пен плюс болып келеді, содан кейін Солай ма? Біз солай айттық па, балалар? Жақшаның алдында плюс тұрса, жақшаның ішінде таңба өзгермейді. Жақшаның алдында минус тұрса, жақшаның ішінде таңба өзгереді. Жақсы, екінші қате табылды. Жақсы, ал Нұрисламды көрейік. Ал жақсы, таңба өзгере ме? Жақшаның алдында қандай таңба тұр? Қосу. Қосу тұрса таңба өзгеруші ме еді? Қосу тұрса таңба өзгере ме, балалар? Жоқ, өзгермейді. Яғни сол қалпында өрнекті жазуымыз қажет. Жақсы, отыра ғой. Жақсы, балалар, біз жақшаны ашу тақырыбын қайталап шықтық. Ал енді дәптерімізді ашамыз, бүгінгі айкүнді жазамыз. Ұқсас қосылғыштарды біріктіру тақырыбын біз сіздермен қайталаймыз. Қайталағанда қараңыздар, біз Бамбазл платформасы арқылы сіздермен қайталап шығатын боламыз. Бамбазл қоса қойыңыз. Бүгінгі айкүнді жазамыз, балалар. Бетіңіз не қоспай қалды? Тұр екен, Америка сондай болып ма шықты? Бола берсін. Езік қазақшадан қойсаңыз. Бүгінгі айкүн жазып па, балалар? Желтоқсанның 11-і сынып жұмысы. Тақырып жазамыз, ұқсас қосылғыштарды біріктіріп жазамыз тақырыпты. Тақырып жазамыз, балалар. Біз өттік, бірақ қайталау сабағы бізде. Жоқ, қазақша өзі таңдалады. Басқаңыз. Жүргізуден еріңіз. Үстінде, ең басында. Есін басында. Қазақ істеға дейт қылмау. Ал, балалар, бұл жерде біз мынадай ойын ойнаймыз. Қараңыздар. Үлейді баспен. Ал, балалар, қараңыздар, екі топқа бөліндік қой біз. Біз әрбір топ мына ұяшықтар таңдайды. Сол ұяшыққа сәйкес ұпайды балалар алып отырамыз. Қанеке, бастайық, біздің топ бастасын, бұл тобы. Ал, бастаңыздар, кез келген ұяшық таңдай қойыңыздар. Жабасаңыз. Мынау не шығып кетті? Ой, алай, мынау қайтты. Ал, балалар, кез келген ұяшық таңдайық. Ал, тез қозғаңыздар. 9 дейді. Ал, 9-ың несін таңдайық? Тапсырмасын. Сіздің интернеттіңіз қайтты? Істеп тұр ма? 9, е? Ойбай, мына не орысша болып кетті? Қазір тоқтайтыңыздар. 1 минут. Қазір балалар. Жаңа орысша мына жерден таңдалынбай қалған ғой. Жамында сұрақтар қазақша тұр, е? Е. Аудара салайсыз? 9, е? Мына не орысша береді? Қазақша салайсыз уақытын. Ал, жақсы, балалар, қазақша болған негізі. Баяғы техникалық ақыл. Қараңыздар, қарама-қарсы сандардың қосындысы не дейді? Заңғар жауап бере. Қарама-қарсы сандардың қосындысы? -13 қосылған 13.
жоқ, нешеге тең? Менің соныш қосылғанымда Иә? 0, яғни жауап проверить бастаңыз. Қарама қарсы сандардың қосындысы 0-ге тең. Жақсы, жасылды басасыз, аха. Дұрыс жауап берсе. Все, жақсы. Келесі сіздердің таңдай қойыңыздар. Тез қозғалайық бала. 10. Егер жақшаның алдында минус таңбасы тұратын болса, онда таңба не істейді? жақшаның ішінде таңба өзгереді. Өзгереді, жақсы. Енді орысша, қазақша өзгереді, жақсы. Дұрыс. Келесі, сіздер таңдай қойыңыздар. 7? Жақсы, 7. Командаға плюс 2 очко. Ешқандай сұрақ жауапқа берместен. Міне анаға қосылып отырады. Міне көрдіңіздер ме? Міне сіздердің командаларыңыз, міне екінші мына команда. Келесі. Ал балалар, сіздер таңдай қойыңыз. 11. Ал шығара қоямыз тез. Дұрыс жауап берсеңіздер, сіздерге 5 ұпай қосылатын болады. Сіздерді шығара берсеңіздер болады, отырмай. Өйткені, егер бұл топ қате жауап беретін болса, сіздер орындауға рұқсат етіледі. Ал, орындаймыз. Қандай тәсілді қолданамыз мына жерде балалар? Көбейтудің қандай тәсілі? Қандай қасиет? Үлестірімділік қасиеті, жақсы. Ал, ашып, тапсырманы орындай қоямыз. Жауап болса айта қойсаңыздар болады. Бар ма жауап? Жақшаны ашқаннан кейін не істейміз балалар? Нелерді біріктіреміз? Ұқсас қосылғыштар біріктіреміз, жақсы. Бар ма жауап? Қазір. Оқи ғой. Мына минус 7-ні 3-ке көбейткеніңізде қандай 21 шығады? Минус 21. Ескеріңіздер соны. Ал, жауап айта ғой. 17x азайтылған 21. Ал, көрейік. 17x азайтылған 21 дейді. Проверить. Ана, жауап тастаңызда қайтын. Яғни, сіз қате жауап бердіңіз, аяла. Кімде мынандай жауап бар? Кімде қандай жауап болды? Минус 6x қосылған 3 деген кімде болды? Сізде? Жақсы. Сізде болды ма? Жақсы. 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 Сіздер енді қате жауап бергендіктен ұпайларыңыз шегеріліп жатыр. Ал, сіздерден 6. Ал, командаға тағы бір ұпай. Сіздерге тегін ұпай. Келесі. Ал, сіздер таңдай қойыңыз. 3 дейді. Тағы бір ұпай. Жақсы. Келесі. Ал, мына топ таңдаймыз, 6. 1 дейді. Кез келген теріс сан 0-ден үлкен, дұрыс па? Кез келген теріс сан 0-ден үлкен болуы мүмкін бе, мүмкін емес пе? Жақсы. Жоқ, дұрыс. Сіздердің жауаптарыңыз дұрыс. Ал, сіздер 16 дейді. Ал, орта, мұнан аша қоямыз, жақшаны ашып, ақшандай қоямыз. Сіздерге тапсырма тарып тұр. Бізде орындай береміз, балалар? Егер топта қате болатын болса, неге сүйенеміз, балалар? Жақшаның алдында қандай таңба тұр? Минус таңбасы тұр. Ал, кім жауап береді сіздерден? Оп-оңай тапсырма. Оп-оңай мысалы, қазір топтан көрейік. Аяладан басқа? Ал, жақсы, Нұрғиса жауап берсінші. Нұрғиса шардың ба? Есен бол шардыңыз ба? Ал, жақсы, жауап айта қойыңыз. Енді ұқшамдамайсыз ба? Ұқшамдайтынды бар ма? Ұқсас қосылғыштар бар ма? Жауап. Ал, есен бол айта ғой, жауап. 2 азайтылған А дейді. Ал, тексерейік. 2 азайтылған А. Дұрыс. Жақсы. Сіздерге ұпай. Келесі. Ал, балалар. Таңдай қойыңыз. 8 дейді. Ал, жақсы. 14 ашайық. Егер жақшаның алдында плюс таңбасы тұрса, ереже? Онда жақшаның үстіндегі таңбалар өзгермейді. Таңбалар өзгермейді. Жақсы. Ал. Қазір. Өз қалпында қалады. Жақсы. 3 таңдалды уже. Ашпай қалып тұрсы. Ал, сіздерден? Қандай? 7 дейді. Сіздерге 5 очко берілді. Келесі. Қалай? 12 дейді. Ал, ұқшамдайық. Тез. Бұл қандай өрнектер? Қандай өрнектер? Ұқсас, дұрыс. Тура есептей қойыңыздар.
Жауап? Минус 12х дейді. Өте жақсы, жауап дұрыс. Ал келесі сіздерден? 15. Мынау, балалар қараңыздар, мынау орысша болып кетті енді. Саяхатшы 100 километр жолда велосипедпен жүрді, және 80 километр артық машинамен жүрді. Қанша километр саяхатшы жалпы жүрді? Өрнек құрастыруларыңыз керек. Велосипедпен 100 километр жүрді, және машинамен велосипедпен жүргенге қарағанда 80 километр артық жүрді. Яғни барлығы қанша километр жол жүрді? Қанша? 180 қанша? Немен жүрді 180? Машинамен. Ал велосипедпен қанша жүрді? Қосқанда? 280 ба? 180-ге 80-ді қосқанда? 200 қанша? 260. Дұрыс деп қабылдайық. Өйткені мынада өрнек қана құрастыру керек қой. Все, қабылдайық. Дұрыс дейсіңіз. Дұрыс өйткені. Жақсы. Келесі. 6 дейді. Ал кеттік, соңына кеттік. Упс басыңыз. Соңына кеттік. Құрыды. Опай. Иә. Опай түсті. Келесі. Ал сіздерден. 5. Тапсырма, енді құптыр. Жақсы. Проверить басыңыз. Ештеңе жоқ. 5 ұпай. Упс. Бәрі 5 кетті. Келесі. Қалай? Ау, 8. 2х-ке ұқсас қандай қосылыш бар? Жоқ, жай ғана 2х. 2х-ке қандай қосылыш? Ұқсас қосылыштар бар? 3х. 4х. Дұрыс. Оңай, өте жақсы. Жақсы. Келесі. Ал сіздер қалды, тездетейік балалар. 13 дейді. Ал өрнекті ықшамдай қойыңыздар. Тез. Бұл қандай өрнек? Мынау көбейту амалы балалар. Мынау көбейту амалы. Тез. Тез. Минус 6,8 б дейді. Ал басайық. Өте жақсы. Дұрыс сіздерді. Ал сіздер. 2. 5 болған жаңа. Упс бассаңыз. 5 болды. Келесі. Бір таңдаңыздар. Тез 5 болған. 2. 2 дейді. Ерекше жағдай деп қандай жағдайды айтамыз? Егерде? Дұрыс. Яғни жақшаның алдында, жақшаның сыртында. Жақсы. Келесі. 3 таңдалған. Жабасаңыз. Соңғыда сіздерге қалады 4-ші. Ал. Анықтайық. Ал. Таңбасы қандай болады, және өрнектің мәнін анықтаңыздар. Бұл жерде көбейту амалы жоқ, балалар. Просто жақшаны аша бересіздер. Жауап? Соңғы жауап? Таңбаны ашыңдар тез. Жоқ, балалар, көбейту жоқ деп айтып тұрмын. Просто жақшаны ашасыздар. Көбейту жоқ, балалар. Көбейту жоқ. 2 шығады, бірақ таңбасы қандай болады? Таңбасы қандай? Так, тез, соңғы жауап, тез. Минустар санаңдар, неше минус? Айттым ба не сіздер?